Иә, 2 миллион 25 мың ақша түсті. Аллаға шүкір. Көзім жетті да, ақша бар екен. 3,5 миллиондай бар 9 айда, таза 5 миллион. Миллионның тендерін жаптық, оны ақшасын алып, 2 миллионның тендерін жаптық. Ерінбей келем, зерттейм, отам. 22 жастағы бала өз-өзіне ұялып отыр да, мысалы. Августте 2 миллион. Таза маржа. Таза маржа 2 миллион теңге таптыңыз ғой. Барлықтарыңыз ассалаумағалейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта Абдухадыр мырза. Осы подкасттың жалпы енді түсіріп жатқан себебіміз, былай айтқанда мағынасы, осы тендер арқылы табыс табуға реально бола ма, жоқ па, қандай табыстар табуға болады, және не арқылы, аға көке керек па, сол сұрақтардың бәріне жауап беріп, толықтай өзім шәкіртінен Абдухадыр мырзадан сұрақ жауап ретінде подкаст түсіретін боламыз. Сол себепті осыны аяғына дейін қараңыз, өздеріңізге өте қызықты, керемет инсайттар аласыздар. Ал енді бізге сәттілік. Сәттілік. Қалайсыз Абдухадыр? Жақсы, Аллаға шүкір. Кеше күшті нәтиже жер отыз, 2 миллион тендер түсті. Иә, 2 миллион 25 мың ақша түсті. Аллаға шүкір. Машалла. Енді көрермендерге өзін қысқаша таныстыра кетсең? Так, есімім Абдухадыр. Осы тендер саласында Надир ағадан оқып жүргеніме бір жылға жуық уақыт болып қалды. Декабрьден бері ғой. Декабрьден бері 8 ай, 9 ай. 9 айдан бері Аллаға шүкір жақсы нәтижелер. 22 жасар баламын ғой. Өздеріңіз сияқты. 2002 жылғы бала, өзім туған інім бар, 2002 сонымен жасты бала. Өте мықты нәтижелер көрсетіп жүр. Тендерға жалпы қалай келдің? Так, тендерге қалай келдім? Тендерге Instagram, TikTok көріп жүрдім. Осы тендерді қалай зерттесем болады, қалай үйренсем болады. Естисің ғой енді. Анам біреулер отамай атыр, отпай атыр, баға дұрыс бере алмай атыр, біреулер оқытпай атыр, видеосын жібереді, лақтырып кетеді деп ше, ақшасын алып. Сөйтіп, екі ойлы болып жүрмін, келейін ба, келмейін ба деп. Сөйтіп, Ерболат деген өзім коллективім бар. Тоже менде госслужбада. Сол Ерболат коллективім айтты, осындай Надир Оразалы деген жігіттен оқып, істеп жүрмін деді. Сөйтіп уже. Сол моментте протоколдарын көрсетті отқан, ол тоже кабель отқан екен, соны көрсетті, сөйтіп. Сол ерекеңнен сұрап, сізге жаздым ма? Содан келдіңіз, иә? Содан келдім. Абдухадыр мырза өзін получается бірге жұмыс істейтін адаммен сол кісіден алып, ол кісі менде де оққан, жақсы нәтиже көрсетті. Қазір енді тоже жақсы тендермен айналысып жүр деген ойдам. Хабарласпай біраз болды, шын айтсам. Содан кейін Абдухадыр мырза келіп, қазір енді міне шынымен де декабрьде бастаған алдыңғы жылы, уже 8-9 айда уақыт өтті, өте жақсы нәтижелер. Жалпы енді сіз не себепті, мысалы осы біздің орталықты неге мен таңдадыңыз? Неге көп қой енді өзіңіз айтасыз, жаңа интернеттен, TikToктан, Instagramнан көріп жүрсіз, ақпараттар алып жинап жүрдіңіз. Не себепті бізді таңдадыңыз? Не себепті? Ең бірінші келдім ғой мен сізге. Ақша бермей атып келдім, сұрайыншы осы көрейінші мен натуре болатын нәрсе ма ол тендерден, или бәрі өтірік шығарып жатыр ма интернетке деп. Келдім, сөйлестім, енді мужской сөйлесесің ғой, қалай болады, осындай, пока ақша жоқ болып тұр, бастасам бола ма деп айттым. Сонымен бағанағыдай өзіңіз көрсеттіңіз, міне 2 мың теңгелік тендерлар бар, 3 мың теңгелік тендерлар бар. Сөйтіп сіздің инстаграмыңызда, тиктогыңыздағы нәтижелердің бәрін көріп, сөйлесіп, ашықтығыңыз, адалдығыңыз көрініп тұрғаннан кейін сразу еще өзіңіздің методикаларыңыз бар, сонымен бұл осы кісіден оқиын, не болса да Құдай жар болсын деп бастап кеттік қой. Аллаға шүкір. Жақсы нәтиже, өкінбейсіз. Ешқандай, Аллаға шүкір дейсің ғой қазір. Машалла. Әуелі Алла ғой, ең бастысы. Біздікі енді барлық өзіміз істеп жүрген нәрсеге үйрету, ары қарай уже бірге жұмыс жасап кеттік. Қазір Абдухадыр өзім командамда бірге жұмыс жасаймыз. Өте жақсы нәтиже көрсетіп жүр. Кейде мен жақсы тендерлар отып, мен жақсы маржалар алып жүрді. Жалпы енді білесіз, көп адамдар вообще тендер десе там коррупция деп ойлайды, документациясынан қорқады, там бухгалтериясы, ноутбук білмеймін, компьютер білмеймін, там сондай қаржылық сауаттылығым жоқ деп ойлайды. Оның барлығын сіз біліп келдіңіз бе, немесе осы жерде үйрендіңіз бе? Жоқ, мен тоже ноутбук дегенді бұрын GTA үшін ойнадық қой, былай айтқанда компьютер деген. Вообще компьютер, мен жұмысым тоже ондай компьютермен жұмыс емес, только телефонмен, былай. Ноутбук вообще білген жоқпын. Осындай келер алдында ноутбук алдым. Даже ноутбукты 40 мың теңгеге ма алдық. Жоқ, 35 мың теңгеге алдық. 35 мың теңгенің ноутбугымен
қазір істеп жатырмық. Надир ағадан сұраймын, міне келдім, 0 болып келдім мен. Надир ағадан сұраймын, мен ноутбук білмеймін, мына жерінде қалай, мына жерінде қалай. Даже аны ноутбукта оказывается ана капслокпен енді басып тілін өзгертуге болады. Оны ештеңе білмеген ғой мен тоже. Сол кісілерге айтып ұялсам да енді сұрап үйренейін деп үйреніп, Аллаға шүкір қазір бәрін үйреніп. Документация жағынан ешқандай проблема жоқ. Орталықта бағанағыдай ғой, осы өзгеріс бизнестегі жігіттерден бәріне сұрайсың. Мысалы, Надираға болмайған кезде Рамазан болады, Рамазан болмайған кезде Диас болады. Мына жерінде қалай, СП қалай, акт қалай, мынау неге подписаться етіп жатыр, мына обеспечениесін төлеу керек па? Ештеңе білген жоқпын. Бәрін сұрадым, бәрін ұялсам да сұрап. Қазір уже өте жақсы нәтиже дейсіз ғой. Аха. Енді жалпы ең бірінші тендер. Ең бірінші тендер қандай еді? Так, ең бірінші тендер 115 мың теңге ғой, ең бірінші тендер. Қандай зат еді? SD диск ғой, SD диск. Так, оны тоже осылай кешке қарай зерттеп отырып, көріп, интернеттен іздеп, қандай, не үшін. Оны еще мен оймен ұттым, походу, ше. Бір көзден ұттым да. Нормально, одан пайда ол ең бірінші тендерға мен өзім білмеймін енді, о кезде 50 мың ба, 55 мың теңге ма қалды. Чотки қалды одан. Машалла, күніне 55 мың тауып отса қандай өте жақсы маржал шығарады, е. Кез келген курс енді ақша тұрады ғой. Курсқа ақшаны қайдан таптың? Курсқа ақшаны мен курсқа ақшаны қалай таптым? Мен өзім негізі бағанағыдай зарплатаға істеймін. Сол бір зарплатамды жаратқан жоқпын. Сразу сізге бердім. Бағанағыдай курстың ақшасын бердім. И мен сразу полный комплект сатып алдым да курсты. Ішінде бізде VIP форматта оқыды, я толықтай. Толықтай бағанағыдай разборы бар, Надир ағаның методикасы бар, сосын бағанағы орталық бар, полный комплект сатып алып оқыдым ма? Машалла. Получается, сол жұмыстан жинап жүрген ақшаң ғой, былай айтқанда, қарпын тілмен айтқанда. Иә. Машалла. Осының күнге дейін сен неше тендер жаптың грубо? Қазір данный момент бүгінгі күнге дейін 47 договор болып тұр. Машалла, 9 айда 47 договор. Машалла. Барлық плюста? Барлығы. Минус жоқ қой онда, Жоқ, минус бар. Мен сен естіген жоқ минусқа кеттім дегенде. Минус болғанда, екінші договорымнан бар 30 мың теңге, бірақ ол алдыңғы договор жауып тастады өз ақшасын. 30 мың теңге olan неме ме? Аптечка ғой, аптечка. Аптечка бар. Аптечкаларда бір 30 мың теңге минус болған, есімде. Дұрыс. Енді тендерді жалпы қалай бір нишамен жұмыс жасайсың ба, немесе барлығын қамти бересің ба? Жоқ, бір нишамен жұмыс жасамаймын, барлығымен. Айтады ғой, бағанағыдай тендерщиктердің көп нишаң болса, көп ақша дегенде ғой. Дұрыс қой енді. Ол жерде енді барлық шарт. Қайсысы бізге тиімді, қайсының арзанға тауып тұрмыз, соған қатысып, жаңағыдай отып жұмыс жасаймыз дейсіз ғой. Негізі нишаның ең көбі мен көзім жеткелі сол строительный материалдарда, автозапчастарда и трубаларда ғой. Негізі нишаның барлық. Ана бағанағыдай хозтоварларда, оларда конкуренттер көп. 28-30 адам қатысады, мен білмеймін, оларды көресінде қатысқым келмейді. Сөйтіп зерттеп жүріп, сол бағанағыдай запчастқа, трубаларға, соларға ғой, басында строительный материал. Бірақ, мысалы, хозтоварға конкуренция көп дейсің, өзің қанша хозтовар жаптың? Кірсабын жаптың, тағы не жаптың? Бумага жаптың. Бумага. Өте көп хозтовар жаптың ғой. Олардан қалай маржалар жақсы алды ма? Так, бумаганы айтсам, бумагадан көп. Мен бумага вообще негізі, мен өзім мына Көктал жақта тұрамын, сол жақта завод бар. Специально цех бар да, бумага шығаратын. Азанбай, ерінбей тұрам, сол жаққа түнде звондаймын OLX-тен. Азында келіңіз деп барып, цехқа барып, цехтың басынан келісіп ақшасын. Солармен қанша договор жауып тастадым ол, сол цехтағылармен келіскен арқасында. И олар арзан береді да, бұлақтың басынан арзан, по-любому арзан береді ақшасын. Көп негіз хозтовар жаптым. Қазір жауып отыр қой, бірақ әлі. Жақсы. Енді жалпы мен де айтамын, мысалы көбінен келеді де сұрайды, маған дилерді берш, маған сразу Қытайдан заводтан шығарып берш деп. Оның барлығы қалай жұмыс істейді? Сіз де дәл солай таптыңыз деп ойлаймын. Бірінші оптовик, дұрыс қой. Интернет, оптовиктен кейін барып дилер, немесе жаңағыдай завод, склад деген сияқты солай барып шығарамыз. Прямой сіздерге дилердар номерін берген өзімен олар сіздермен сөйлеспейді. Мысалы, Абдухадырдың тауып отырған заводтан қазір
таныс емес басқа балаке барып сол жерге звондайтын болса, олар ондай бағаны бермейді ғой, сізге беріп отырған баға сияқты, дұрыс қой? Иә. Вот, например, мынандай болды. Аха. Осы қанша жақында бір 2-3 бір апта бұрын ғой, бір апта бұрын тоже сондай 1450-ден табам. Гипс қой, гипс. Сосын оптовикке звондаймын, ол үйінде жатып мені бағанағы неге цехқа жіберіп жатыр да. Ол өзі андай алып сатар жігіт қой. Сөйтіп цехқа барам, ана жігітке звондаймын, алмайды. Сөйтіп мен цехтың охранасына барып сұраймын, отдел продажасы қай жерде. Соған барам, адамдар отыр, бір жігіт шықты. Брат, осындай. Айтқан жоқпын бірақ ана жігіттен екенімді. Осындай сендерден гипс алайын деп едім, интернеттен көрдім, анау деп едім. Иә, міне бар. Бағанағы маған 1450 деген жігіт мына жақтан бұлақтың басынан келгенде 1050 теңгеден алдым ғой. 1050 теңге. Үстіне 400 теңге 400 теңге қосып тұрып, былай қарасаң 400-200 қап ана жерде мен алатын. Еще доставкасы бесплатно істеп берді. Ал ана жігіт маған доставкасы бөлек 15 теңге деген. Солай одан тоже былай қарасаң 100 теңге қалды да. Бағанағы автобикке беретін 100 теңгені өзім қалтамда. Еще ана тендердің маржасы бар. Вот сол себепті осылай ізденесіздер. Так. Енді жалпы тендерді жалпы не себепті бізден оқытарымызды айттық, тендерға бастапқы қаражат қайын таптым. Бірінші тендер ұттың ғой. Мысалы, сіз маған полный зарплатаңыз беріңіз, курс бастау үшін. Курс бастан кейін бірінші тендер ұттық, оған қаражат қайын таптық. Так, тендерге ол кезде менде вообще тиын болмады негізі. Честно айтамын. Өзім ағамды алдым, 60 теңге. Өзім ағаммен тұрамын. Ағамнан алдым. Так, 115 қалыптым, 60 теңге ағамнан алдым, 5 теңге доставкасы, сонымен 55 қалды. Ағамнан алдым, ең бірінші 60 теңге. Сөйтіп көзім жетті да, ақша бар екен. Енді айтады, әрекет істесең Құдай береді деп ше. Конкретно мен оған көзім жетті. Бір тиын болған жоқ қалтада ше. Істеп жүрдім, сөйтіп жан жақтан ақша келе береді. Бәрін. Мен мысалы табам, ақша табам да, отам. Жаратпадым да, тендердің ақшасын өзіне салып жүрдім, мына жақтан зарплатамды ғана жарап жүрдім, болды. Тендердің өз-өзіне жауып, сөйтіп қазір оборотта бар, Аллаға шүкір, қазір нормально. Оборот жақсы дейсіз ғой? Оборот жақсы. Так, енді оборот примерно қанша бар қазір? Нақты емес, примерно суммасы? Примерно 4,5-5 бар ғой, қазір данный момент. 4,5-5 бар. 4,5 миллиондай бар, 9 айда таза 5 миллионын еще жаратқан өзінде біраз жинақ қойдым дейсіз ғой? Жинайсың, оның ішінде еще үй алғанға кеткен ақшалар көп, негізі көп ақша. Тендерға дейін қандай жұмыстар жасап көрдің? Тендерға дейін, так, мен негізі бүйте қиналып істемедім ше, ешқандай ондай стройка деген. Осылай ғой, баспен істегім келеттім, өзімде таза жерде, тап-таза болып, тірлігіңді істеп, бағанағыдай телефонмен шешкенге зор да. Тендер тоже сондай. Өзің негізі сондай жұмыс іздедің дейсің ғой? Иә, өзіме сондай жұмыс істедім ғой негізі. Іздеп, офисте отырып, істеген, кофеңді ішіп. Асықпай дейсің. Аха. Машалла. Енді жалпы тендердің бір жақсы сол ғой. Офиста отырып спокойно істейсің, телефонмен байланыстырасың, и жайында тіл байлық керек, өзіңді байқаған шығарсың. Иә. Тіл байлықпен. Бағанағыдай ғой, в офисте отырып істе дегенде енді басында ондай болмады. Мысалы, бана Рамазан деген жігіт бар ғой, сол жігіт мен офиске келген кезде шықпайды да офистен. Мен ойлаймын, бана жігіт қалай шықпайды, тендер жауып жатыр, сізден сұраймын, міне Рамазанды пример қылып көрсетесіз. Мынау отырып істеп жатыр деп сөйтіп ойлап жүрдім да. Мен де Рәкең сияқты офисте отырып істесем екен ғой деп жүрдім. 4-5 айдан кейін мен де өзі шықпаймын. Бағанағыдай автобиктерге звонимын, брат, мына жаққа жібере сал, көрермен деймін, ақшасын берем. Сөйтіп курьер апарып тастайды, мына жақтан актты, есепті тарсылдатып жіберіп отырамын. Офисте отырып, кофемді ішіп, тамағымды ішіп. Сөйтіп жүрген едім, Рәкеңнің сол уровеніне жеттім. Сөйтіп Рәкең договорларын қараймын, что-то миллиондар отып жатыр, 2 миллион, 1 миллион кетіп жатыр. Емай, мен қашан 2 миллион отам, қашан миллион отам деп жүріп. О күнге де жеттік. Миллионның тендерін жаптық, оның ақшасын алып, 2 миллионның тендерін жаптық. Қазір нормально, шүкір. Оның ақшасын алдың дейсің кеше ғана. Кеше, иә. Оны сториске салып үлгерген жоқпыз, бұйырса саламыз. Өте керемет. Так. Көбінесе енді былай ғой,
Мен өзім білесің, курсқа келген кезде бірінші Астанаға тендерға жауап тұрамын. Хотя бір-екі рет өздерін көріп барып, жаңағыдай Абдухадырдың қыстап бара жүрген видеоларын да салатын, накладной түсіріп жүрген. Осы жерде подписчиктер болса көрдіңіздер, білесіздер, иншалла. Вот сол қалай болсам, процесс жалпы барып көрген дұрыс болды ма? Барып көрген по-любому керек. Мен өзің үшін да, бана сіз айтып жатқан методика негізі зор методика ше. Обязательно жаптырды Астанадан заказчик. Кәдімгі сен сияқты адам барам, менде қалай болады екен дедім. Көрді тауарды, тік-тік көрді да, накладнойын деді, қол қойып берді. Болды. Соге барып жапқан ол по-любому практика болды басында керек. Басында керек. Неше товар бар жаттың сен? Біразын жаптың бірақ, 3-4 товар ма? Даже білесіз ғой мен воскресенье күні де жауып жүрмін ғой, потому что товар келеді Астанаға. Бәріміз домда тұрамыз ғой. Квартирада дейсің ғой. Домда, квартирада тұрасың, и оны қоятын жер жоқ. Мен заказчикке айтам, алдын упланительдер, талай бумагалар, заказчикке айтам, воскресенье күні. Суббота күні жазам да, бетте ертең товар келеді. Мұнда біздің цехтың несі жоқ дейсің ғой, цехтың төбесі жоқ. Ол жаңбырдың астында қалады, қыста жауып жүрмін ғой мен. Жаңбырдың астында қалады, анау айнып кетеді. Ертең бір адамды жіберіңіз лучше. Мен складқа апарып тастайын деймін. Сөйтіп воскресенье күні де жауып жүрдік қой. Талай. Есімде, мәшімен немен таспарсыз сен, помнишь? Столдар. Партама, Не ғой? Тоже демалыс күн маған жүргіз, демалыс күн жауып отырмын деп. Мектепке ғой, новыйдан столовый сол болып атқанда қасына дополнительный соның ыдыс жуатын столдары ғой. Машалла. Соны өзім жеткізіп жүргесін көрген ме. Тендерді негізінде енді қазір болады. Қазір сен өзің ешқайда бармай жоғытсың ғой, дұрыс па? Бармаймын. Баратын кездер болады бірақ. По-любому кейде болып қалады. По-любому барып сөйлесетін кез, заказчик өзі шақырады, кеш брат болмай жатыр дейді. Барасың, не болып жатқанын айтасың. Бірақ по-любому қабылдайды ғой. Техспец бойынша барлығы дұрыс болса болды негізінде. Кейбір моменттер болады енді там 1-2 миллиметр жетпей қалатын, ол заказчикқа байланысты. Бірақ ол жағы заң бойынша спокойно шешіледі ғой негізі. Ол тоже заказчиктерді тоже адамда. Ана жаққа олар да тоже интернеттен көреді, олар да дұрыс жазбай қалады. Техспецті. Сонымен оларға айтасың, отасың, или отпай атып банағыдай ғой, методика алаңыз. Отпай атып звондайсың, осындай. 1 сантиметр, 2 сантиметр ұзындық жетпей жатыр, ондай жоқ. Сіз что-то техспецті дұрыс бермеге сау деймін дейсің. Сөйтіп олар өздері сөйлеседі, банағы заказчикпен сөйлеседі, госзакупщикпен сөйлеседі да, болды брат, алып келе бер, осы екен, бізде дұрыс емес кеткен екен деп. Главное өздеріңіздің, олардың қателіктерін өздерін. Бұл жерде енді былай айтқанда документацияға дұрыс білім беру керек қой. Көбінесе енді қазір маған білемін, Instagram, WhatsApp-қа жазып жатады. Бірінші адам деген зерттемей тендер туады, мен соған таң қаламын да. Не үшін бізге 3-4 күн береді? Тендер зерттеу үшін береді, дұрыс па? Мысалы, сіз де сөйтіп қатысасыз ғой, мысалы, сіз алып және шыққан тендерға ауадан алып баға қоймайсыз ғой. Дәл сол сияқты. Бірақ осындай ошибкалар жүретін адамдар өте көп, өкінішке орай. Жалпы енді Абдухадыр мырзаның өте жақсы нәтижеге жетіп жүргені, оны қазір договорларынан да сіздерге көрсететін боламыз, чтоб енді мен білесіздер, әр YouTube каналымда шыққан шәкірттермен Рамазан мырзамен түсірдім, Ахмал мырзамен түсірдім, Диас мырзамен түсірдім. Олардың барлығын өздерінің порталдарын ашып, толықтай көрсеткен болатын. Қазір біз енді Алла қаласа Абдухадыр мырзаның да толықтай порталын бәрін көрсетеміз сіздерге. Енді жалпы Абдухадыр осы тендерға келгелі өмір қалай жақсы өзгерді ме? Былай айтайын енді. Мұна вообще негізі орта бәрі 5 уақытта ешкім ішпейді, ешкім шекпейді, ешкім жамандамайды, ешкімге әңгіме айтпайды. Бәрі ровно өз жұмысын істейді. Енді конкретно жұмыс істеп өсем деген адамға орта керек дейді ғой. Мен мына орта өзім көрдім да, нормально, достойный жігіттер бар екен, ешкімге жұмыс жоқ екен. Бұл ортадан өсуге болатынын көріп келдік қой бәріміз. Жақсы. Орта енді орта өте қатты ықпал береді. Неше түрі немелерде бар ғой енді цитаталар 9 бай адам қасында жүрсең 10-шы сен боласың деген сияқты. 9 былай айтқанда алқаштың қасында жүрсең 10-шы сен боласың деген. Дәл сондай цитаталар байланысты шынымен дамушы ортада бірге жүрсек, енді бірге өсіп өнген жеңіл да кішкене. Өйткені мен жүріп өткен опытты сізбен бөлісе аламын. Сіз жүріп өткен опытыңызды менімен бөлісе аласыз. Өйткені әр адамның өмірі бірдей бола бермейді. Мен көрген қиындықты Абдухадыр мырза көрмеуі мүмкін да, бірақ ол көрген қиындықты мен көрмеуім мүмкін.
и дәл солай сіздерде де. Сол себепті ол өмір болғаннан кейін әр адам, мысалы кеп тұрған адамда бізге ол жайдан жай келе бермейді деп оғам да өзім. Мысалы сіз де біздің ортаға жайдан жай келген жоқсыз. Ол да өзіңіздің бір миссияңыз бар бұл жерде. Біздің де сізге там білім бергеніміз, кішкене көмектесіп жібергеніміз, ол да біздің миссия болып саналады мысалы. Вот соның барлығы текке емес. И және де қаста жүргендерді артқа тартқанша осындай ортаға келіп өзімізді алдыға тартқан артық. Абдухадыр мырзаны мен өте былай айтқанда сыйлаймын, өзім інім ретінде көрем. Неге десеңіздер, бұл бала өзі ғана емес, өзі дамығаннан кейін көз әбден жеткеннен қазір достарын бәрін тартады. Достарын барлығын тартады, істей алмай жатса өзі кірісіп көмектесіп кетеді. Мысалы, одан кейін екі бала келіп отыр қазір орталыққа. Ділмұхамед және де Бексұлтан. Бексұлтан келгеніне 1 ай болды. Курс бітірді. Неше 3 тендер өтті. Бүгін жаңа мен қасымда 3-ші сынып болды. Бүгін 3 тендер жапты, толықтай маржалар жаман емес. Біреуінен 170, біреуінен 80 мың. Бүгін ұтқан тендерін ертең айтам деді, дұрыс тапсам. Енді тоже жаман емес та, маржа бар. Біз бірінші маржасын біліп алмай баға ешқашан бердірмейміз. Қатыспаймыз ондай тендерларға. Одан кейін Ділмұхамед мырза, ол тоже мысалы, өзің досын бірге өстіңдер, бір ауылдыкісіңдер ғой деп айтпасам барлықтары. Бәріміз бір ауылдыкіміз, бір райондыкіміз. Бір ауылдыкі, бір райондыкі тоже тартып қазір офиста. Ол кісі біраз уақыт қиналып дұрыс жұмыс жасай алмай жүреді. Абдухадыр болмай до конца сүйреп жүріп, қазір өте жақсы нәтижелерде отыр. Қазір ол да офистан шықпайды. Екінші жұмыстары бар барлығын. Бұл тендерді толықтай меңгеріп алғаннан кейін барып екінші жұмысты тасауға болады. Бана айтсам болады ма? Мынандай да. Бана Ділмұхамед ғой. Келіп жүрді, басында оқыды, 2-3 договор келіп жапты. Сонымен жоқ болып кетті ғой. Бұлай айтқанда офиске келмейді. Мен звондаймын, қайдасың деп. Мен күніге келем. Менде нәтиже болады. Күніге ерте тұрам, как положено, тұрам азанда. Ерінбей келем, зерттейм, отам. Отпасам да хотя бы бана кітабымды оқимын, адамдармен сөйлесіп, білім жинап, сөйтіп. Көп қой бұл орталықта, ниша көп болғаннан кейін әркімнің нишасын зерттеп, бір білім алып кетіп жүрдім да күніге. И тендерді обязательно істеп жүрдім да, и доны жоқ болып кетті, бана Ділмұхамед жоқ болып кетті. Сөйтіп, не болды деп мен барып сұрадым, неғып келмей жүрсің, отамай жатырмын, брат, ана мынау деді. Сөйтіп, енді мен өзім жолдаспағым болғаннан кейін, мен өзім ота берген, ол маған тоже неприятно да. И ана жолдаспағым вообще отпай жүрген. Жолдаспағым екеуміз зерттедік, тендерді зерттеп, қатыстық, отамыз, сөйтеміз да, оны жабамыз да екіншісіне тағы қатысамыз, тағы зерттеп отамыз. И ақшасын как положено 50-50 бөлістік. Мен отып бердім былай қарағанда. Брат, жүр, тұр, может сен дұрыс зерттемей атқан жарсың, может что-то бірдеңе дұрыс қоймай атқан жарсың, давай жүрш, орталыққа барамыз, отамыз, көреміз деп ағылып келдім. Қазір қалмайды. Қазір көріп жүрсіз. Қазір машалла, көрдім. Сен жоқ болсаң да келіп жүрді қазір. Мен соған көрдім. Бұрын сен мен еркеп қана келіп жүрдің. И то енді мен де білем ғой, бізде көше көрген баламыз, бізде қанша достарымыз бар. Ол болады бір балалардың ішінде лидер деп атайды ғой, сүйрейді. Жақсы жаққа қарай, жаман жаққа қарай болсын, жақсы жаққа қарай болсын сүйрейтін балалар болады. Сен енді жақсы жаққа қарай сүйреп жүрген балалардың бірі болсын, ол көрінеді да сразу. И ол бала қазір уже сен сақ келіп істеп жүр. Бүгін мысалы күні Бексұлтан өзі жаңыз келіп отырды. Сендер жоқ болсаңдар да. Уже келіп отырды, жаңағыдай түсте келді, кешке дейін отырды. Сағат 7-ге дейін ба 6-ға дейін отырды, зато полный тендерін ұтып кетті. Уже бүгінге қалтада ақша бар деген сияқты ғой, тендер бар, уже арғы жабу процесі ақшасы да түседі. Маржасы барлығы өте жақсы болады. Енді Абдухадыр мырзаны құттықтап қойсаңыздар болады, және де енді өте жақсы бір нәтижесі бар. Өзінің осы талпынысы, еңбегі арқасында қазір мысалы 2002 жылғы бала неше дейсің сен? 22 жастағы бала өз-өзіне ұялып отыр да мысалы. Былай айтқанда енді бір пәтердің иесі болып отыр. Соны тағы бір сен құттықтап қояйық. Бұйырса новосельены өзіміз барамыз. Құдай қаласа. Мықты-мықты сыйлықтармен. Ол да енді әркімге банадай ғой, әркім көресің ғой интернеттен бірін-бірін жамандап жатады. Енді кім қандай жетістікке жетсе де мен өзім ойлаймын. Біреулер 100 миллион тендерін ұтады, 200 миллион тендерін ұтады. Бәрі этапына ғой, бәрі бірден бастаған жоқ. Ол кісілер де осылай біз сияқты товаркеден бастап, миллионда банадай мен өзім ұттым, мысалы 115 мыңнан бастап, қазір 2 миллион, 3 миллион тендеріне дейін көтерілдік. Тоже 2-3 миллион тендерін тағы істеп, 30 миллион, 20 миллионға дейін көтерілеміз деген сияқты ғой. Сондай енді интернеттен көріп, мынау қиын ол ше. Интернет дегенше. Интернет деген қиын, қызықтырады дейсің ғой. Қызықтырады.
манада куча деген тема кыйынчы. Куча ставим бірден деп. Сразу ол енді негізі көбінің ойы сол да содан қадалады. Өзің байқаған шығарсың. Сразу алып куш ставим мен әшейін сразу 5-6 миллион табам деген. Ол енді 99-да бір ғой, былай айтқанда. 1% бұйырған кезде болады. Атак в основном мен қанша адамды көрдім, куча ставим, бүйтем, сөйтем деген. Көп адамдар қадалды. Оның барлығын жолымызбен ақырын жүріп көрсетпесек, былай қиындау болады. Бірақ енді мысалы сен мен енді алдында бізде жиналыс өтті ғой, сол кезде естідім. Соңғы айда қанша таптың? Осы алдыңғы айда августте 2 миллион таза маржа. Таза маржа 2 миллион теңге таптыңыз, ойлаңыздар. Тендер арқылы, Бүгін бізде нешесі? Бүгін 3-і. Бүгін бізде сентябрьдің 3-і. Получается, енді алдыңғы айда август бойы 2 миллион теңге сен таза таптың. Таза пайда. Абдухадыр всегда айтып жүретін, мен осынша тапсам екен деп. Бірінші лям дедің, не сен? 1 миллион деді. 1 миллион тапты, оны Аллаға шүкір, Надир мырза 1 миллион тауып жүрмін деп жүрді. Енді 1,5 тапсам екен. Тық-тық біраз ай өтті, 1,5 тапты. Жоқ, сен 1 миллионнан кейін 1,5 тауым деп жүрдің де, 2 топ кеттің ғой, неме тұрайыпсың осы. Былай болды. Алдыңғы айдың басында біз Рахең бар, Ерекең бар, сөйлесіп отырдық. Осы айда мен миллион деген план қойдым августке. Сөйтіп миллионды 10-на дейін тауып тастаймын. Миллионды сол айдың бірінен 10-на дейін. 10 күнде дейсің. 10 күнде миллион табам да. Неше тендермен? 2 тендер ғой, 2 тендер. Сөйтем да, уже миллион тапқаннан кейін уже больше өсу керек болып тұр ғой. Сөйтіп Рәкең айта, 1,5 миллион қойын, Рәке айдың соңына айтты. Абдулқадыр, ты чё? 1,5 миллион деген ақша ма деді да. Сөйтіп, давай 2, ол айтады ма 3 миллион қой дейді. Давай онда 2 қойын деп. 2-ні сол 25-іне дейін таптық қой. Ақшасын бәрі түсіп қойды. Кеше соңғысы түсті. Кеше соңғы 2 миллион 45 мың ба, 40 мың ба? 2 миллион 25 мың ғой. 2 миллион 25 мың теңге түсті. Кеше өз Абдухадыр маған жүрген, бұйырса переписканы қоятын боламыз сіздерге. Өте керемет. Так, жалпы енді бізде қазір сізбен толықтай емен көрсетейік сіздің Госоктағы нәтижелеріңізді. Достар, біз жаңа айтқандай, Абдухадыр мырзаның Госок порталы міне толықтай аты барлығы жазылған, Андамас Абдухадыр Серғазыұлы. Енді мына жерде міне 47-ші тендері толықтай. Ең бірінші тендерден бастап көрсетіп отырмыз. Бір көзден ұтқан общий суммасы міне 17.997 теңге. 117.997 теңге. Енді бұл жерден Абдухадыр және подкастта айтқандай 55 мың теңге таза пайда қалған, оның получается енді 67 мың теңгесі бізде расход болды, е? 60 мың теңге. 60 мың теңге өте керемет. Енді ары қарай қазір тендерларын толықтай көрсетіп шығайық, барлығына тоқтап уақыт көп кетеді 47 тендерға. Сол себепті қазір біз сізге основной барлығын көрсетіп шығатын боламыз. Так, мына жақта міне 79 мыңдық, 47 мыңдық белгілеме көтерер. Так, 140 мыңдық, мына жерде міне 630 мыңдық. 630 мыңдықтың тендерінің расход қанша? Так, расход доход 20, примерно 170 мың ғой пайдасы. 170 мың теңге пайда. Бұл не нәрсе? Так, мынау фанера ғой, фанера мектепке, Бұл тоже мен инстаграмда бар, Абдухадыр өзі теп, бәрін жіберіп, фотоға түсірген. Бұл жерде мынау фанера бар емес па? Бұл фанерада заказчик жазғанда благостойка фанера деп. Бірақ мен сұрадым, ондай благостойка, именно осылар сұраған размер, ондай благостойка жоқ. Ол обычный фанера екен. Сөйтіп потом обычный фанераны алып барып беріп, нормально маржасын алды. Сонымен өте жақсы маржа алды дейсіз ғой. Мына жерде 200 мыңдық тендерда? Так, 200. Мынау не ғой? Походу копия машинаның жуатын несі ғой? Бұда 34 мың ба или 44 мыңға ғана ма расход кеткен болған. 44 мың, маған айтқасын. Орыс халық келген кезде 44 мың кетті. Енді ары қарай жақсы тоқталмай көтеріп шығайық толықтай. Так, 79 мыңдық тендер бар екен. Және де бұл үшінші беті бітеді. Қазір астына түсіп, екінші бетіне өтейік. Так, екінші бетте бізде 364 мыңдық тендер бар. Өте жақсы. Так, 215 мыңдық бар. Мынау 599 100. Бұл жерде қандай расход? Так, 599 мың, бұл жерде 150 мың ғой, 150 мың теңге таза пайда, е? Таза пайда. Өте жақсы, машалла. Енді төмен қарай түсеміз. Так, мына жерде бізде 94 мыңдық тендеріміз бар екен. Біз айтып жатқан пайдалардың бәрі, ол налогтан бөлек. Налог, таза. Доставкадан бөлек, таза пайдасын айтып жатыр. Өте жақсы. 97, так, 710
4 мыңдық тендер бар екен. Бұл жерден 220 мыңға сондай пайдасы. 220 мың теңге, өте жақсы. Бұл тоже фанера ғой, походу, фанера, я. Мынау ше 277 мыңдық. Бұдан 100 мың теңге пайда. 100 мың теңге пайда, өте жақсы. Так, мына жерде 11 мыңдықты сен жаңа айта кетем дедің. 11 мыңдық не үшін қатыстың? Көбі сұрайды, неге арзан тендерге қатысасыздар деп. Так, бұл жерде мына жерде расход бір 2 мың теңге ма, сондай 10 мың теңге ешкім бермейді ғой, былай қарасаң бір күнге. Апарып тастай салайын дедім. Еще үйінің жанындағы мектеп па сондай мынау. Мен апарып тастай салам. Сол кезде 2 мың теңге расход кетіп, ну былай айтқанда 10 мың теңге таза пайда қылып отырсыз ғой. Өте жақсы. Так, ары қарай 285 мыңнан. 285. Бұл примерно 100-110 мың сондай жобада қалады бұлардан. 406 мың. Өте жақсы суммалар. Байқаған болсаңыздар, суммалар өте жақсы. 406 мың. Так, мынадан 180 ғой, бұдан 180. 180 мың. Дальше кеттік. Так, 599 мың 994. Так, бұл не зат еді? Бұдан есімнен шығып тұр ше. Так, бұлардан примерно бұлардан алғанда грубо 200-250 сондай ғой. Бұдан мынау есімде 855 мыңнан таза 250 мың пайдаға қалды. Таза 250 мың, 605 мың теңге расход болды дейсіз ғой. Өте мықты. Так, 210 мыңдық. 210 мыңдықтан бұл жер мыналар уже мынау бана бумагалар ғой, походу ше мына бәрі бумагалар. Бұдан маржа четкий, почти 60-70%-тен алады. 70% маржа дейсіз ғой. Өте жақсы. Так, енді тағы төмен қарай түсіре берейік. Бұл тоже мынау бумага 485 мың. Мына бәрі мектептерге бумагалар. Қарапайым туалеттің бумага, иә? Қарапайым туалетный бумага 150 метрлік. Тоже бұлардан нормально пайда. Жақсы, машалла. Так, астыға кеттік. Бізде 307 мыңдық бар екен. 307 мыңдық. Бұл тоже бумага. Мынау бумаганы банадай ғой. Из одного ма? Из одного источника, потому что техспецте дұрыс жазылмаған ғой, наверное. Техспец дұрыс емес. Мен ол бумаганы білем, қандай екен, ол қанша метрге дейін болады. Мен қатсам обязательно айтам, мен заказчикке сендер дұрыс жазбағансыңдар, мен осындай ғана бұның модельдері бар, осындай метр ғана, диаметрі, как положено айтам. Өздері келседі, өздерің біледі да. 480. 480, бұдан 230 мың пайда, бұдан 230 мың. Машалла, өте жақсы. Так, төмен қарай түсірсек, мұн жерде бізде 527 мыңдық бар екен. Мынау 527 мыңдық банағы не ғой? Хаста бар, мыла ғой, мыла. Бұл қарапайым кір сабын, не? Кір сабын. Так, жақсы, 222 мың. Бұдан 80 мың пайда. Нормально 80. Өте жақсы. Так, бірінші бетке көшейік. Бұл бірінші бетте уже міне осы айларда жауып отқан тендерларымыз толықтай. Так, отправим из одного источника 434 мың отыпсыз. Бұл мұнаның бәрі кеп тұрған договорлар ғой, бұл әлі жабылған жоқ. Мұны осы үшеуі жабылған жоқ, бірақ мұнадан есептеп қойғанымыз бойынша 130 қалады. 130 қалады, мұнадан 250-270 примерно. Өте жақсы, төмен қарай. Так, мына жерде бізде 1 миллион 205 мың 700 теңгелік тендер бар екен. Бұдан не бар? Налог неден, расходтан бөлек доставкадан 330 мың. Кеше сізге жіберген не ғой? Таза. Мына жерде 14 теңгемен ба отып кеткенмен, походу ше. Разница ма? Екінші адаммен, машалла. Так, тағы төмен түсірейік. 150 мыңдық бар, 420 мыңдық, 340 мыңдық. Барлығына тоқталып өте уақыт көп кетеді. 495 мыңдық бар. Сөй беріңіз тағы да. 125 мыңдық. Так, міне миллион 90 мыңдық бар. Енді сіздерге 500, 300, 600, 700, 800 тендер барлығын көрсетіп, кейін миллиондыққа көшейік. Так, миллион 90 мың. Так, мұны миллион 90-дық бана досымыз екеуміз жаптық. Бұл военный часқа компрессор ғой. Так, бұдан маржа 450 ма қалды. Таза 450 сондай. Бұлай айтқанда 45% маржа ғой. Енді любой бизнес қарап қаларсаңыздар 10-15% маржа ғана болады. Бұндай маржалар тек қана тендерді бірге-бірді қалтырып жататын кездеріміз болады. Так, мына жерде 220 мың жарайды, 1 миллион 900 мың теңгелік тендер. Бұл жерде қанша қалып отыр? Так, 1 миллион 900 мың осы бар. Бұл мынау ламинат. Полға төсейтін обычный ламинат. Үстінде договор бар 125 мың. Общий бір организацияға 2 миллион 25 мың. Бұдан таза 400-ден жоғары, 450 примерно сол жобада. Өте жақсы. Так, доп соглашение не үшін жіберді сізге? Дополнительный договор 125 мың теңгелік. Потому что олар астындағы подложка дейді, ламинаттың астына төсейтін. Соны шығармаған, соны жіберді.
Оны енді мен мыналардан алдым, именно ламинат алған жерден. Тиын алдым, оны болмайтын тиынға. Сонымен бірге комплект жібердім. Өте жақсы. Жалпы доп соглашение деген осындай ғой, тендерда көп қателеседі. Мысалға линолеум төсеуге барасыздар, линолеум төседіңіздер, бірақ төсейін десеңіз плинтустар тұрма, сіздер оны демонтаж алып тастап, қайтадан таққан үшін монтаж үшін доп соглашение жасап ақша алуға болады. Көп адамдар оны тегінен істеп кетіп жатады. Дәл сол сияқты сізге де мысалы білім болмаса, сізге де айтар еді, оның ішінде жаңа подложкасы бірге болу керек, комплект деген сияқты. Иә. Вот содан кейін білім болғаннан кейін уже доп соглашение жасап, өзіне тағы да 125 мың теңге былай айтқанда договор жасатып алды. Ары қарай кеттік. 1,85 миллион. 1,085 мыңдықты көрсеттік. Мынау уплотнитель, Уплотнитель, ага. Получается, анау терезелердің несі ғой, пластмасс ғой, тұратын жабатын ше. Бұдан пайда қанша? 400 мыңдай қалды надан. 400 мыңдай қалды. Тоже жақсы. 40-45% ол 400 мың дегеніміз. Так, мына жерде 364 мың дополнительный соглашение. Бұл да допик. Так, бұл коробкадан 120 мың ба сондай? 130-120 мың примерно. Коробкалар ғой. Обычный коробка кәдімгі. Өте жақсы. Енді маған сіздегі бір сұрақ. Инстаграмда помнишь, поддонды жіберем ғой? Поддон тегіп жатырмыз деп. Қанша тауып едің одан? Қанша құттың, қанша таптың? Так, поддонды примерно 600 бірдеңе мыңнан. Одан минусқа кетіп тұрған мен. Сосын азында жұмыстан шығып, ерінбей іздеп, одан бір 150, 600 бірдеңе мың оттың, 150 мың пайдасымен жаптым. 150 мың пайдасымен, машаллах. Вот осындай договорлар, енді сіздерге e-факторингін көрсетіп жіберейік. Так, e-факторингта бізде енді Абдухадыр мырза жалпы e-факторингтан алған жоқ. Өйткені ол өз оборотымен жаңағыдай ағысынан алған ақшаны, одан кейін қайтадан тендер ақшасын өз-өзіне былай айтқанда салып, өзінің жұмысында ғана зарплатасының ақшасын өзіне ғана жұмсап, өз ақшасын жинап, өз оборотын жинады. Бірақ та бізге келгеннен кейін бұл кісі VIP пакетте оққаннан кейін e-факторингқа барлығына тіркеп, оны алуға тырыстық. Негізі сізде мына жерде 12 миллион болған. Мен есімде де. Енді қазір бізде 5 миллион қылып қойыпты, өйткені біз алмай қолданған жоқ, сол себепті түсіріп қойды. Мына жерде енді 5 миллион 714 мың теңге қазір бізге беріп тұр договорымызға. Қазір в данный момент не e-факторинг өзі тексеріп береді. Бізде международный аэропорт Нұрсұлтан Назарбаевта тендер ұтыпсыз, сіз соған 1,205,000 ұтқасыз ба? Вообще. Осыған сізге беріп тұр, получается. Бұған енді қазір алғыңыз келсе, мына тауарды Қытайдан алдырып қойдық. Бұл 6 сентябрь келеді. Бұның ақшасы төленіп қойған. Бұл өз ақшамызға жабылып тұр. Бана ғой 330 мың қалады. Алтысына келеді, алтысына апарып тастаймыз аэропортқа, құдай қаласа. Келесі апта. Бұдан қанша қалып тұр? 330 қалып тұр. 330 мың қалып тұр. Дәл осылай сіздер де e-факторингтан жаңағыдай инвестиция алып, өз ақшаны салмай жұмыс жасай аласыздар. Бұның мысалы алған кезде 10% бізде қанша? 1,225,000 ғой. 120 мың теңге болады. 120 мың теңге болады, 10%. 20 мың теңге получится e-факторинг ұстап қалады, қалған пайда сіздікі болады. Немесе өз ақшаларыңызбен келсеңіздер, жаңа Абдухадыр сияқты өз толықтай ақшаларыңызбен жаба бересіздер. Біз онда ары қарай отырып, біздің подкастымызды жалғастырайық. Сіздерге Абдухадыр мырзамен дальше көрсетеміз. Ал енді Абдухадыр мырзамен жаңағы тендерлардың барын көрдік, нәтижелерін көрдік, қандай договорлар бар екен барлығын. Және де e-факторинг арқылы қанша инвестиция беріп, то есть енді былай айтқанда сіздер бір инвестормен істейтін болсаңыздар, ол инвестор как минимум 70-ке 30 істейді, как минимум. Енді ол бір ағаңыз, туысқаныңыз, жақындарыңыз болса, әке, шешеңіз деген сияқты, ол кісілермен ғана сіз 50-50 істей аласыз. Өйткені көп деген инвесторлар сізбен 50-50 ешкім істемейді. Ол немен ақша береді, 70%-ын өзіне алады, 30% маржасын сіз ғана аласыз. Енді мына жерде бізде e-факторинг деген бар, e-факторинг ол өте жақсы. E-факторингтің жақсылығы ол 10% алады. Бірақ ол жерге енді сіз опыт работы көрсету керексіз, жаңағыдай жақсы тендерлар жауып, 2-3 тендер договорлар жауып, одан кейін барып аласыздар, и сіз договорды көп жапқан сайын оның сізге беретін ақшасы да көп өсе береді. Сол жағынан да e-факторинг өте тиімді. Енді Абдухадыр, сізге осындай сұрақ. Көріп отырсыз енді ортада менен басқа да спикерлар бар, өзім достарым, былай айтқанда. Солардан жалпы отырған адамдардан сен айтып отырсың ғой, сұрап біліп аламын деп. Жалпы көмек бола ма, орта қандай? Жалпы көмек, обязательно ол. Бәрінен ешкім андай отказ бермейді ол, бұл орта. Бәрі жақсы. Сұрайсың, айтады. Ешкімге ренжік дейсің. Ешкімге ренжік ба, наоборот бәріне. Енді жалпы өзің келешек 10 жылда қалай көресің? 10 жылда енді әркім қиялы әртүрлі, бірақ
четко бір цех ашып деген план болып тұр енді құдай қаласа. Өндіретін бір цех болса, цех ашып, сол цехқа істеп, күнделікті барып келіп, костюм шалбар, уже офис емес, уже костюм шалбармен, как положено киіп. Цехта дейсіз ғой. Цехта. Цехтың бір басы крузак мініп алып дейсің. Сол бірге крузак. 200 мініп алып жүретіндей болып. Машалла. Өте жақсы. Енді Алла тағала соны жеткізсін. Мен өз тілектеспін. Шамамыз келгенше көмектесеміз. Ары қарай бірге өсіп, бірге дамимыз иншалла. Осымен біздің подкаст енді соңына жетеді. Өздеріңіз толықтай Абдухадырдың нәтижелерін көргеніңіз келсе, мен YouTube каналының, Instagramның барлығын белгілеп кетемін. Менің Instagramымда да өте көп нәтижелер бар. Жалпы тендер туралы білім алып, өздеріңіз үйренгілеріңіз келсе, бізде арнайы методика бар. Омен Абдухадыр мырза бізде өте жақсы қолдануда. 2 теңге, 3 теңге разницамен өтеді. Сондай методикалармен алу арқасында сіздер өздеріңіз пайдаларыңызды іске асыра аласыздар, тендерді үйрене аласыздар және тендерден жақсы табыс таба аласыздар. Сол себепті тендерді негізі мен өзім всегда айтам, әр қазақтың бір семьясында хотя бір адам тендерді білу керек деп. Өйткені бұл өзіміздің төлеп отқан бюджеттен төленетін ақша. То есть өзіміз мемлекетке поставкасын жасап, ашық алаңда барлығы ашық, барлығы көрінеді, кім қандай баға бергенін. Ол жерде анандай мысалы жоқ, сіз ұтып тұрсаңыз да сізге бермей қою деген. Ол уже протокол шықты ма, болды, сіз ұттыңыз. Ол сізге в любом случае договорын береді, ары қарай жабасыз, барлығы заңды. Коррупция жағы туралы біз айтпадық, коррупция жағын айта кетесіз бе? Бар ма, жоқ па? Коррупция жоқ. Қазір именно біз істеп жатқан нәрсе суммада жоқ. Суммада жоқ. Оны мен де айтамын, енді коррупция жағынан ол 100 миллионнан жоғары. Болмаса даже 50 миллионнан жоғары деп айтайықшы. 50 миллион жоғары суммада коррупция бар болуы мүмкін. Одан аз суммада әзірге коррупция ештеңке біздің алдымызға енді түсіп жатқан жоқ. Мүмкін Алланың өзі сақтаған шығар, бірақ бізде коррупция жоқ. Сол себепті сіздер өздеріңіз айына кем дегенде 1 миллион теңге тауып отырсаңыздар, оның өзі керемет. Доп доход болсын, основной жұмыс болсын, 1 миллион деген. Мен просто үлкен ағаларды білем. Цехтары мысалы бар. Цехтарында обороттар жақсы да, 100 миллионда обороттар бар. Бірақ аймай зарплатасын, арендасын бар, расходын төлеп сағанда өзіне таза 2-3 миллион ғана қалады да, мысалы. Оны міне балалар өздеріңіз көзінше, екінші жылғы балалар болсын, 2000 жылғы балалар болсын, бұл балалардың кішкентай балалар болсын, живой любой адам, үлкен кісілеріміз болсын, жас балаларымыз болсын, 2 миллион теңгені міне бір айда тауып отыр Абдухадыр. Дәл солай сіздер де таба аласыздар. Ең бастысы не керек бізге? Ең бастысы ынтағы керек. Істеу керек қой. Ермеу керек. Зерттеу керек қой. Конкретно істеу керек. Машалла. Осымен біздің подкаст соңына келді. Көріп шыққандарыңызға рахмет. Сіздерге өте пайдалы болды деп ойлаймын. Абдухадыр мырза екеумізге сәттілік.